Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің видео обзорда интерактивті викторинаны құруға болатын платформамен таныстыратын боламын. Бұл платформада өзіңіздің сабақ барысыңызда үй тапсырмасын сұрау немесе сабақты қорытындылау немесе командалық ойындарға осы платформаны пайдалана аласыздар. Бұл платформаны әдеттегідей Google'дағы поисковикке Jeopardy Labs атауын енгізіп тауып алуларыңызға болады. Немесе әдеттегідей төменгі описание бөлімінде сіздерге осы платформаның тікелей ссылкасын жазып кететін боламын. Ендеше біз өзіміздің викторинамызды құрастыруды бастайық. Алдымен орыс тіліне аударып аламыз, одан кейін создать игру батырмасын басамыз, яғни ең бірінші создать опасную игру деп тұрады. Егер де сіз мына жерде строить батырмасын басып кіретін болсаңыздар, сіздер ақылы бичесіне өтесіздер. Сондықтан сіздерге тегін викториналық ойын құрастыру үшін создать опасную игру батырмасын басып осы бичеге өтесіздер. Одан кейін келесі бичеде бізде создать пароль дейді, яғни бұл жерге міндетті түрде пароль енгізуіміз керек. Кез келген парольді енгіземіз, одан кейін показать парольмен өзіңіздің енгізген пароліңізді көріп алуыңызға болады. Астында начать строительство батырмасын басамызда ойын құрастыратын шаблонның бичесіне өтеміз. Бұны да орыс тіліне аударып аламыз. Енді әрі қарай біздің ойын жасақтайтын алаңда ең бірінші тақырып жазатын жолақ берілген. Бұл жерге өзіңіздің тақырыбыңызға, пәніңізге байланысты тақырыпты енгізіп қоюыңызға болады. Мен ең алдымен тақырыпшасын енгізіп алдым. Енді астыңғы викторина құрастыратын таблицада сол жағындағы бірінші графада ұпай сандары берілген. Бұл ұпай сандарын біз өзіміздің қажетімізше өзгерте аламыз. Мысалға 10 ұпайдан бастап 50 ұпайға дейін өзгертуімізге болады. Енді әрбір бағаның жоғарғы жағында категориялар берілген. Сол категорияның астында жеңілден қиындай түсетін жаңағы ұпай сандары берілген. Енді осы категорияға өзіңіздің тақырыбыңызға немесе викторинаңыздың, яғни сайысыңыздың әрбір категориясын жазып қоюыңызға болады. Мен өзімнің тақырыбыма байланысты әрбір категорияның тұсына тақырыптарын жазып шықтым, тақырыпшаларын. Енді оңайдан күрделіге қарай, әрі қарай біз өзіміздің викториналық сұрақтарымызды енгіземіз. Яғни 10 ұпайдың үстінен бассаңыз, бізге осындай терезе ашылады. Яғни сол жағында сұрақты енгізесіз де, оң жағына дұрыс жауабын енгізесіз. Міне мен сұрағы мен жауабын енгіздім. Енді астындағы продолжить батырмасын басып, біз сұрағымызды енгізуімізге болады. Енді жоғарғы жаққа назар аударатын болсақ, бұл жерде біздің енгізген текстімізді редактирование жасайтын әртүрлі командалар берілген. Және де бұл жерде фото, суреттер мен видео файлдар салуға болады. Осылайша сұрағымыз бен жауабымызды енгізіп аламыз. Әрі қарай оңайдан күрделіге қарай өзіңіздің сұрағыңызды енгізіп шығасыздар. Осылайша сұрағымыз бен жауабымызды енгізіп шығамыз. Мен тек қана 2 бағанды ғана толтырдым. Уақытты үнемдеу мақсатында сұрақ жауап деп осылай сіздерге көрсетіп кетемін. Яғни ашылған терезенің сол жағына сұрағын, оң жағына жауабын енгізіп шығасыздар. Осылайша жеңілден күрделіге қарай өздеріңіз әр категорияның бағандарын толтырып шығасыздар. Яғни бірінші сұрағын, одан кейінгі жауабын енгізіп шығасыз. Енді осы бағанды толтырып болғаннан кейін ең соңында save and finish батырмасын басасыз, яғни сохранить и закончить батырмасын басамыз. Одан кейін бізге осындай терезе ашылады. Осы терезеде мына жерде көріп тұрсақ, оқушылардың
оқушыларды енгізу максималды саны 10 оқушыны енгізуімізге болады. Немесе командалық ойын ойнағанда бұл 10 командаға дейін енгізуге болады. Біздерде енді әрі кетсе 3 немесе 4 командамен ойнатамыз көбіне викториналық сұрақтар, викториналық ойындарды. Енді максималды енгізуді біз енгізіп көрейік. Старт батырмасын басамыз. Бұл жерде әрбір оқушыға, мысалға сіз 10 оқушыны енгізген болсаңыз, әрбір оқушыға өзіне ұпай санын есептейтін таблосы шығып тұрады. Және әрбір берілген ұпай санын енгізетін бағандарға жоғарғы жағына оқушылардың аттарын жазып шығуыңызға болады. Немесе егер сізде командалық викториналық ойын болатын болса, мысалға 4 команданың бұл жерде 4 команданы таңдайсыз, және осы жерге командалардың аттарын жазып қоюларыңызға болады. Осылайша командалардың аттарын жазып қоюларыңызға болады. Енді бұл жерде берілген әрбір категорияның командалар берілген категорияның ішінен сұрақтарын таңдайды, яғни жеңілден күрделіге дейін сұрақтарын таңдайды. Одан кейін сол мысалға сұңқар командасы ғұндардың тарихынан мысалға 10 ұпайын таңдаған болса, соның үстінен басқанда жаңағы біздің 10 ұпайымыздың сұрағы шығады. Одан кейін жауабын білу үшін жоғарыдағы показать правильный ответ батырмасын бассаңыз, астында жауабы шығады. Егерде жаңағы оқушы немесе командалар дұрыс жауап берген болса, плюс батырмасын бассаңыз, жаңағы таңдаған 10 ұпайдың сұрағына дұрыс жауап берген жағдайда 10 ұпай оқушыларға беріледі. Одан кейін escape батырмасын басып шығып кетеміз. Әрбір категорияда таңдалған әрбір ұпайдың таблосы ашылғаннан кейін ол неактивный болып қалады, яғни жоғалып кетеді, қалған қозғалмаған ұяшықтар сол күйінде қалады. Мысалға 40 ұпайды қыран тобы таңдаған болса, қыран тобы таңдаған болса, сұраққа оқушылар дұрыс жауап берген жағдайда әрбір оқушыға немесе сол командаға ұпай санын тағайындап отыра аласыздар. Енді бұл викториналы ойынды құрастырып болғаннан кейін қалай бөлісуге болады? Жоғарыда әрбір платформаның адресі жазылып тұратын жолақшада ссылкасын бассаңыз, копировать етіп, сіз WhatsApp тобыңызға вставить етіп жібере аласыз. Немесе оң жағында мынандай кішкентай бағдарша тұрады, соны басу арқылы сіз WhatsApp-қа жібере аласыздар. Кез келген әлеуметтік желіге жіберіп, оқушылар сол ссылка арқылы кіріп, сіздің викторинаңызды ойнай алады. Егерде төменгі жақтағы оқушылардың немесе командалардың санын өзгертетін болсаңыздар, төменгі сол жақ бөлігінде меню батырмасын басып, осы жерде топтың немесе оқушылардың санын өзгертулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің видео обзорымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.